Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 1 грамм ашытқы қосылмайтын жұп-жұмсақ, өте дәмді, жылдам бауырсақтарды дайындаймыз. Сіздің назарыңызға тұратындай рецепт, өйткені 5 минутта илеп, 5 минутта жайып, 5 минутта пісіріп аласыз, небәрі 15 минутта ыстық бауырсақтар дайын. Ендеше бастаймыз. Бөлме температурасындағы айранға ас содасын қосамыз, мұқият араластырамыз, 1-2 минутқа қалдырамыз, екеуі реакцияға түсіп көпіре бастайды. Осы уақытта келесі ыдысымызға жұмыртқа, тұз, қант және де сұйық май қосып, мұқият араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай ашытқы қосылмайды. Біздің қамырымыз айран мен соданың реакциясының нәтижесінде көтеріледі. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымыздың ортасын ашамыз. Жұмыртқалы массамызды және де айранды массамызды құямыз. Екі массаны араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Силиконды күрекшенің көмегімен ұнымыз бен сұйықтығымызды жоғарыдан төменге қарай араластырып алғанды жөн көремін. Кейін қолымызбен қамырдың басын біріктіріп, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Сәл ғана қолға жабысатын қамыр шығады. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Ал егер жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алда жүктелетін кереметтей қазақ тіліндегі пайдалы видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қамырымыз дайын болды. Майымыз қызғанша сәл ғана демалдыруға жібереміз. Енді аз ғана ұн себелеп, қалыңдығы орташа етіп жайып аламыз. Бұл қамырдан бауырсақты кез келген өзіңізге ұнайтын пішінде дайындасаңыз болады. Бүгін мен домалақ етіп дайындаймын. 4 бұрышты етіп дайындасаңыз да өте дәмді. Және де бұл қамырдан ашытқысыз шелпек пісірсеңіз, дәмі керемет болады. Қамырды дөңгелек етіп ойып аламыз. Арнайы құрылғы болмаса, стақанды қолдансаңыз болады. Қамырдың қалыңдығы шамамен 5 мм. Дөңгелектерден артылған қамырдың бәрін жинап, бір үлкенірек шелпек пісіріп алдым. Тез арада ыстық бауырсақ жегіңіз келсе, бұл таптырмайтын рецепт. Күтпеген жерден қонақтарыңыз келсе де тездетіп дайындап жіберуге болады. Осы уақытта майымыз да қызды, отымыз орташа. Қазанымызға майды молырақ етіп құйып, бауырсақтарымыз әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл қамырдан керемет дәмді болатын ашытқысыз шелпек пісірсеңіз болады. Жұп-жұмсақ болып шығады және де жылдам дайындалады. Бауырсақтың иісі, берекенің иісі, берекелеріңіз арта берсін. Жақсылықта, амандықта жүздескенше.